Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ең жоғарғы жағынан алынған, тамырлап үлгерген, отырғызылған фикус черный принц гүлінің нәтижесімен бөліспекшімін, және де оны қайта отырғызбақшымын. Ең бірінші удачный нәтиже міне қалың және де тығыз әдемі жапырағы шықты. Одан кейін міне екіншіден тамырларының жағдайын қараңыздар. Мен не үшін прозрачный баклажкаге отырғызатынымды көріп тұрған шығарсыздар, иә? Міне тамыры өте керемет, даже мына жақта сыртына шығып үлгерді тамыры. Міне бұл дегеніміз уже мені отырғыз қайтадан, бұл горшок маған тапшы деген сөз. Қазір толықтай топырағын босатып, керек емес мына ескі топырағын алып тастаймыз. Енді қайтадан сол топырақты салып үстіне жауып қоюға да болады әрине. Бірақ та бәрібірде жаңартылған топырақтың аты жаңа болып есептеледі. Сондықтан топырағын жаңартып, тамырын тағы да көрейік. Осыншалықты тамыр өте күшті развивать еткен, самый центрындағы шығып тұрған ең бірінші осылайынан жасыл болып ары қарай өніп кеткен. Тамыры керемет өнудің. Қазір видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып алыңыздар. Басқа да видеолар жаңадан шыққан кезде жіберіп алмас үшін. Одан кейін пікірлеріңізді қалдыра өтіңіздер. Сіздердің фикустарыңызды қалай тамырлатасыздар және қандай нәтижеде. Одан кейін осы фикус гүлін осыншалықты аз уақытта, яғни 2 аптаның ішінде тамырлатып өсіріп алғыларыңыз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыздар, фишкамен бөлісетін болам. 1,5 литр деп қойын қазір мынау құмыраның мөлшерін. Ешқандай дренаж астына салмастан, тамырын жумастан, себебі бұл кәдімгі атроска ғып алынған фикус гүлі. Сондықтан мына жаққа топырақты салып, ауылдың универсальный көң қосылған топырағын астына салып, астына әдейі қатты дренаж болмағандықтан қатты осындай топырақты алдым ең астына. Осылай салып жіберейін деп. Кәдімгі ұсақ малдардың, ірі малдардың көңі қосылған, қанша жыл сол жерде тыңайтылып жатқан ауылдың универсальный топырағы. Міне бір бөлшегіне дренажный топырақ салдық. Енді тағы да бір 2-3 қалақтай осылай топырақ салып жіберейік. Және ортасына ямасын жасап, міне тамырды орналастырып көреміз. Бұл жолы мен алдыңғы жолы отырғызған кезде мына жапырақты да осыған дейін көміп тастаған болатынмын. Мына жердегі точка ростын. Қазір осы жерде сызық тұр. Міне осы сызыққа астына осы сызыққа дейін ғана көмуді ұйғарып тұрмын. Сол үшін қатты глубокий жасағым келіп тұрған жоқ. Ең бірінші отырғызатын кездегі мәселе мына қатты өсіп кеткен жан-жағындағы тамырларды өстіп жан-жаққа шығарып, тез адаптация алып кетсін десеңіздер, орналастырып аламыз, одан кейін топырақ сала бастаймыз. Енді бұл отырғызу барысын сіздермен бөліспесем де болатын шығар. Қазір топырақты салып болғаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, осындай қатты мына жапырағында точка ростын ашып қойдым. Мына жердегі сызық тұр. Осы сызыққа дейін ғана мөлшерде істедік. Одан кейін мына жерде мынандай слойкалар тұр ғой, соның бір слойкасын қатты толтырмадым. Суарған кезде топырақтары түсіп, ары қарай суарылу оңай болу үшін. Енді қыздар, міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 слой. 6-шы слойының барлығында осылайынан тесік, мына бір слойдың барлығы тесіп жасап қойдық үй жағдайында. Соны көрсеткен болатынмын, ол каналымда бар, ашып қарасаңыздар болады. Енді осындай мықты жапырақты өсіріп, ауырып тұрған фикустың қандай жағдайда ауырып тұрғанын білетін видео салған болатынмын. Фикустың ауруын қалай анықтайтын. Бұл фикус ауырып тұрған ең жоғарғы верхушкасы, яғни ең жоғарғы 2 осылай өсіп тұрған жапырағы болатын, содан атроска алғанбыз. Удачно бірінші осы тамырлап үлгерді қыздар. Енді ауырып тұр, ауырғанын момент тоқтатты қыздар. Осы жерде мына ауырып тұрған жапырақты күннің тік түсетін көзіне қойғандықтан кішкене ажоқ болып тұр. Енді тамыры жаңағыдай жақсы болып, осындай жапырақты тез 2 аптада, 3 аптада шығарсын десеңіздер, яғни 1 айда нәтижелі қайтадан пересадка жасап, қыс бойы әдемі өсіп шығып, көктемде одан да құлпырып өссін десеңіздер, осындай прозрачный горшок отырғызасыздар. Енді бұл магазинде де бар, түссіз құмыра.
мен енді ол магазиннен алып, пока эксперимент болып, бұны нәтижелі көрем дегенше дейін осындайға отырғыза берсеңіздер де болады. Арзан, тегін, үйде тұрған баклажканы кесе салып, астын тесе саласыздар да, осылай отырғыза бересіздер. Және де құмы да тегін, ауылдың универсальный топырағы. Енді ауылдық жағдай тұрмайтындар, гүлдемейтін, ауылда тұрмайтындар декоративный гүлдерге арналған, яғни сәндік гүлдерге арналған топырақ деген болады. Арнайы фикус үшін арналған топырақтар да бар. Соны магазиннен алып, жақсырағын таңдасаңыздар болады. Себебі әр түрлі фирмадағы гүлдердің топырағы бар, соны жақсы таңдаңыздар. Ең бастысы ішінде торфяной губкасы аз топырақ болса, және құнарлы болса, 6 айда бір рет өзіңіз минеральный су беретіндей ғана топырақты таңдаңыздар. Сосын ең бірінші фишка қыздар, прозрачный құмыра. Екіншіден, күн тиіп тұру керетін, күн тиетін құмыра, яғни тамыры сыртқа дейін осылай жайылып шығып әдемі өссін десеңіздер, осындай мөлдір құмыраға күн тиіп тұру керек. Сосын күн тігінен түсетін терезеге қоямыз. Үшінші фишка. Күн тігінен түсетін терезе, ол жапырағына да тігінен түсу керек, және құмыраға да тігінен түсу керек. Төртінші фишка, мен осы жақын арада каналыма бөлісетін боламын. Тез арада гүлдерді адаптация жасап, бейімделіп алып кетуге арналған ерітінді суға ерітіп езіп, шашатын және құятын ерітіндіні каналымда бөлісетін боламын. Соны себесіздер, болмаса сонымен мақтамен сүртесіздер. Сосын суарасыздар, яғни аптада 2 рет себеміз, жуамыз мына жапырақтарын, және аптада 1 рет сонымен суарасыздар. Одан кейін тамыры тағы да жақсы өсіп кетуге арналған, тағы бір 2 күлімде тәжірибе болып атқан тоже бір экспериментный зат бар, өсіруге тамырына арналған, оны алдағы уақытта бөлісетін болам сіздерге. Енді 4-ші фишка, фикус гүлі тез өссін десеңіздер, бұны шомылдырып тұрыңыздар, яғни сеуіп тұрыңыздар. 2 күнде 1 сүртіп тұрыңыздар, болмаса сеуіп тұрыңыздар жапырағына. Және аптасына 15 минут тоқтамай шомылдырып тұрыңыздар, душқа арнап. Душқа болмаса пат-кран жуындыруға болады. Ол кезде бірақта қатты, слишком чересчур ішпейтіндей топырағы сыртына целлофанды бейтіп буып қойсаңыздар, жауып, сосын шомылдыра берсеңіздер болады. Топырағы пат-кран шомылдырған кезде, душқа апарып шомылдырған кезде топырағына крандағы хлорлы су төгілмесін қыздар. Керетін жағдай. Одан кейін бұл не үшін жапырағын жиі жуып шомылдырып жапырағын жасау керек деп айтып жатырмын. Себебі фикус гүлі жапырақ арқылы демалады. Осы жапырағын ауруды жинайды. Шаң болған сайын бұған микробты, вредительдер, жәндіктер жиналғыш болады. Сондықтан мұқият қараймыз. Одан кейін таңдалатын құмыра 5-ші фишка, құмырасы вентиляционный, яғни ауа кіргізетін, мына жақтан кіріп, мына жақтан да кіріп, ортасында застой болып қалмайтындай су. Мына жақтан кіріп су құйған кезде мына жақтан полностью ағып кететіндей, және де астындағы тамырға да ауа барып тұратындай жеткілікті деңгейде ауа кіргізетін құмыра болу керек. Сонымен қыздар, бар жоғы 5 фишкамен бөлістім. Осыны дұрыс жағдайда жасайтын болсаңыздар, онда сіздердің гүлдеріңіз осылай жайқалып тамыр беріп, осындай побегтар бере береді. Күздің уақытысында да, қыстың уақытысында да, көктемде 2 есе беретін болады. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.